мен Ғани Сәрсенбайұлы Қасымов, номер 5-ші ағарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі. Бүгінгі біз 10-шы сыныппен осы жаңа сабақ өтейін деп жатырмыз. Ал енді мен мына бала сендерге сұрақ қоямын. Сендер мына слайдтан осы не ой қозғау несі, стратегиясы не көріп тұрсыңдар? Бүгінгі сабақта не өтуіміз мүмкін? Ал Спандияр, не деп жауап бересің, сен не көріп тұрсың? Бұл суреттерде тұсаукесер, тағы да атқа міну, бесікке бөлеу, салт дәстүр деп ойлаймын. Салт дәстүр туралы сөйлейміз. Ал енді біз осы сабақты ары қарай жалғастыру үшін бүгін біздің сабағымыздың тақырыбын көрейік. Қандай тақырыбы не бар? Бүгін енді сабақтың тақырыбы қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. Енді сабақтың бүгінгі осы мақсатында біз қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын анықтау үшін әдет-ғұрып, рәсім, салт дәстүр, тіл, осы ұғымдарын осы пайдалана алатын боласыңдар. Ал енді өздерің білесіздер, мына қазақтың сонау ерте заманнан тарихы бар. Сол ерте заманнан бері тарихында мына адамдардың осы дүниетанымы қалыптасқан. Сол дүниетаным қалыптасқан кезде мысалы алайық қазақтардың сонау ерте заманға дейін дүниетанымы дүниетанымы байланысты. Мысалы алайық адамның ақыл-ойы, менталі, мәдениеті, сезім ұстанымдарын дүниетанымы дейміз, бұны тіл деп атаймыз. Тағы да бір анықтамада адамдардың белгілі бір қоғамдастығына тән нақты тарихи мәдени ортада қалыптасқан мінез-құлықтардың және іс-әрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін. Мысалы, қазақ халқы сонау ерте заманда көшпелі халық. Сол кезде ол табиғатын осы қатал несімен байланыстырып өмір сүре алды. Осы табиғатты пайдалана алды. Ол мысалы көшпелі болған жыл мезгілінде соған байланысты өзінің ашық мінездігімен, қонақжайлылығымен осы танымал болды. Сонымен қатар сол несіне байланысты көшпелі мал шаруашылығының осы ақыл-ойы қалыптасты, мәдениеті, сезімі қалыптасты. Енді келетін болсақ, мына белгілі әдет-ғұрып, белгілі бір қоғамда әлеуметтік ортада болып, оның мүшелерінің мінез-құлқы, тұрмыс-тіршілігінің бұлжымас қағидаларына айналған жөн-жосық жол жоралғы. Мысалы, біз байқайтын болсақ, осы неде мысалы алайық әдет-ғұрыптарға келетін, мысалы күнделікті амандасу. Мысалы бесікке салу да ол әдет-ғұрыпқа жатады. Мысалы мына жерде қымыз мұрындық, мына суретті көріп отырсыз, екінші суретте қымыз мұрындық. Қымыз мұрындық деген мысалы алайық бие алғаш сауылған кезде бастап, оны ашытып, ең алғашқы қымызды өзінің ағайын туысқандарына көршілерін шақырып осы қымыз мұрындық береді. Ал енді келесі біздің осы тағы да бір ерекше неміз, ол әдет-ғұрыптан кейін тағы да бір рәсім. Символдық мән мағынада осы бір айтып кететін жағдай, оқиғалар немесе күндердің мерекелерінде арналған әрекеттердің дәйектілігі. Бұл мысалы неден көрсек болады? Рәсімді мысалы наурыз мейрамын тойлау, мысалы күнделікті діни недерге келетін болсақ, мысалы рәсімдер бар, мысалы солардың символдарына байланысты. Ал енді келесі біздің бір неміз рәсімнен кейін салт дәстүр. Сол салт дәстүрге келетін болсақ, мына белгілі бір әр ұлттың халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық құрылымы ерекшелігіне сәйкес осы ғасырлар бойы жинақталып өмірдің өзі туылған ғұрыптарды жиынтығы қауыммен қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үлгілері. Мысалы салт дәстүрлер өте көп. Салт дәстүрлер мысалы қазақта сонау ерте заманнан бастап, адамның ең алғашқы тууынан бастап, мысалы баланың ас қоюына байланысты, сонымен қатар шілдехана тойы, мысалы сүндет, осы келесі мысалы осы үйлену тойына байланысты, тұрмыс-тіршілігіне мысалы бағана айттық қой, тұрмыс-тіршілігіне мысалы асар.
асар дегеніміз ол адамдардың бір-біріне былай айтқанда көмегі. Ол қандай көмек? Мысалы, өз ағайын туысқандарын шақырып, осы көмекке шақырады жұмысқа. Бұл бір күндік осы көмекке келген ағайындарына осы азық-түлікті тамақпен қамтамасыз етіп, сол ағайындарға көмек. Бұл былай айтқанда мағынасы былай айтқанда бір-біріне көмек, ағайындық көмек, бір-біріне жанашырлық. Тағы да бір неміз жұртшылық дейміз. Жұртшылықты кезінде мысалы қарыз болып қалған ағайындарына осы ақсақалдар кеңес жиналысы сол жиында осы көмек береді отбасыға. Мысалы, ол өрт болып немесе сол қарызын өтеп береді. Өрттен өз көмек береді. Мысалы, ақшалы жинап береді, мал мүлкін жинап береді ағайындары. Сол ең біріншіден бұл бауырмалдық, жанашырлық десек болады осы маңыздылығы. Енді салт дәстүрдің мына осы тағы да бір неміз, мына суретті қарап отырсаңдар, мысалы сол кесу. Сонымен мына жерде бана айтып отырған асар екінші суретті көріп отырсыз, асарына слайдтар. Енді мына кім сендерге сұрақ. Қараңдаршы, сендерге тапсырма беріпті. Салт дәстүр, рәсім, әдет, ғұрып, діл. Қазақтың дүниетаным мағынасын мысал осы мағынасынан нақты мысал келтіріңіздер. Енді соған нақты дәлел келтіріңіз. Мысалы, Спандияр салт дәстүрге байланысты, мысалы, сен сол нақты дәлел келтір салт дәстүрге, мысалы, анықтамасы болса қандай? Әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, осы өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы, қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез құлықтың үлгілері болып саналады. Мысалы, салт дәстүрге қандай мысал келтіре аласың сен осы? Нақты дәлел келтірші мысалы. Мысалы, тіл ашар, сол жатам. Ол қазіргі заманғы, ал қазір сол кездегі мысалы салт дәстүр мысалы. Тағы қандай салт дәстүр бағана біз атап өткен мысалы салт дәстүр. Қыз ұзату. Қыз ұзату мысалы. Оның былай айтсам нақты дәлелін осы келтіріп отырмын. Ол неге байланысты адамның? Белгісіз. Қандай осы неге сәйкес келеді салт дәстүрдің? Қандай салт дәстүрге? Салт дәстүр. Қыз ұзату. Үйленуге байланысты салттар. Қандай неге байланысты екен? Үйленуге байланысты салттар. Ал енді мысалы тағы да қандай осы салттар бар? Салт дәстүр байланысты. Балаларға байланысты қандай салттар білесің балаларға? Той. Сүндет той тағы да. Тағы да. Бесікке салу. Ал енді біз мына неге байланысты өмірлік осы қонақжайлық әдеттермен оған байланысты қандай осы жоралғылар білесің? Тұрмыс-тұрмысқа ма? Бағана біз атаған ішіне қандай білесің мысалы? Мысалы, бағана айтып көмекке келу ағайындар, ол не деп атады? Асар. Тағы да қандай не бар? Бағана. Қымыз тарту ма? Қымызды ішкізеді. Қымыз мұрындығы, қымыз деген. Тағы да, енді рәсім. Мысалы, рәсім керек. Рәсімді қалай түсінесің мысалы? Рәсімге ма? Мысалы, аластату рәсімі. Аластату рәсімі мысалы, дұрыс. Тағы да қандай символдық бар ма? Тағы да қандай рәсімдер бар мысалы? Тағы да қандай? Мысалы, діни бар ма рәсімдер? Бар, иә. Діни рәсімдерден мысалы. Тағы да қандай рәсімдер болуы мүмкін? Баны сен аластату дедің, діни рәсімдер бар тағы да. Енді әдет ғұрып білесің мына, әдет ғұрып. Әдет ғұрып мысал ма? Әдет ғұрып бұл жер. Күнделікті сен мысалы басқа өмірде не істейсің? Омен.
Не істейсің? Санияр. Амандасасың ба? Аха, амандасу. Сәлемдесу мысалы әдет ғұрыптар бар аха. Мысалы алайық, сол байланысты тағы да қандай әдет ғұрып болуы мүмкін? Әдет ғұрыптар. Мысалы алайық, жеңгелер өзінің қайындарын, үлкен Қарт адамға қайнағаларын, аталарын не қылмайды? Аттарын аттарын атамайды, келінді. атамайды да оларға ат қою несі бар. Ат қояды. Ал енді діл адамдар деген бір қоғамда осы қандай соның мағынасын айтып бере аласың? Осы діл деген осы адамдардың белгілі бір қоғамдағына тән нақтылы тарихи мәдени ортада осы қалыптасқан мінез құлықтары деп ойлаймын. Енді сол мысалы ол не адамның діл деген? Менталитеті. Менталитеті қалай? Ол несі? Ойлау несі? Ойлау қабілеті. Ойлау қабілеті. Іс-әрекеттерін және сана сезімі ма? Және несі? Мәдениет аха, осы басқа. Енді саған мысалы осы бүгін сен осы тапсырмаға байланысты дискрипторды көріп тұрсың ба? Аха. Мысалы сен осы дискриптордың бәрін осы салт дәстүр түрін атай алдың ба? Салт дәстүрдің түрін бе? Мысалы дискрипт сен орындай алдың ба соны қазір? Баға берейін бе өзім? Айттың ба? Атай алдың ба? Салт дәстүр. Рәсім түрін атадың ба? Аха. Әдет ғұрып түрін атай алдың ба? Кішкене. Сонымен ділді сипаттадың ба? Аха. Енді сен осы бармақпен мысалы мынау жоғары, мынау орташа, мынау төмен қандай немен осы бағалай аласың бүгін қазір мына дискриптордың жауабын? Орташа ма? Ал енді келесі мынандай сұрақ туып отыр саған. Қазақ халқының дүниетанымы өзге ұлттарға қарағанда ерекшелігі неде? Қазақ дүниетанымы өзгеге қарағанда ерекшелігі неде? Қонақжайлық. Тағы да не? Дүниетанымы өзгеге қарағанда ерекшелігі. Қонақжайлық дедім ал қазақтың дүниетанымы. Тағы да. Бағана біз нелерді атап шықты мысалы оның ерекшелігі? Ділі ма? Ділім не? Мысалы тағы да несіне мысалы бағана атап шыққандар өзгешіліктер. Әдет ғұрыптарынан тағы да не? Салт дәстүрі. Енді сен осы толық бәрін былай айтқанда қосып айтшы, осы қазақ дүниені өзгеріске осы басқа өзге халықтарға қарағанда ерекшелігі неде? Өзгешілігі осы әдет ғұрыпта берік ұстану. Әдет ғұрыптарына тағы да мысалы басқа ұлттарға қарағанда тағы да неге ерекшелігі? Тағы да бағана айтты салт дәстүріне тағы да аха әдет ғұрпына тағы да әдет ғұрып дініне және рәсімдеріне қарай не қалады ол? Басқа ұлттарға не қалады? Өзгешілігі ма? Өзгешілігі. Ерекшелігі бар ма сода? Басқаруға тұтамай. Енді осыған байланысты мына дискрипторда сұраққа жауап осы береді. Сен сұраққа жауап бердің ба? Аха, жауап бердім деп ойлаймын. Жауап бердің ба? Енді жақсы, мына жауабыңа енді үйге тапсырма алып, мына параграф үйде кітаптар болса 24-25 параграф бойынша кітапты ашып отырсыз ба? 24-25 параграф бойынша осы салт дәстүрге байланысты бір эссе жаз. 200 сөз. Белгілеп алдың ба? Аха. Болды, онда сабақ аяқталды, рахмет. Осымен бүгін біз келесі кездескенше мына онлайн режимде Zoom-да осы кездесейік.